Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Биыл шаһардағы жеке секторларда 52 шақырым жол асфальтпен төселеді. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев жолдарды, су құбырлары мен жылу желілерін жөндеу жұмыстарын барысын қарап шықты. Балалардың құқықтарын қорғау департаменттерін жандандыру қажет. Бұндай ұсыныс қаламызда өткен тамыз кеңесі барысында айтылды. Биыл шара жаңа форматта ұйымдастырылып, әр өңірде педагогтер мен сарапшылар жеке тақырыпқа назар аударды. Қарағандылық Казферит фабрикасының басшылары мемлекеттен көмек сұрап отыр. Айтуларынша ArcelorMittal Теміртаудан қарыздарын қайтара алмай дал болуда. Мәселе қалай шешілмек? Биыл шаһардағы жеке секторларда 52 шақырым жол асфальтпен төселеді. Бұл жұмыстар Михайлов, Берлин ауылы, қала орталығы және Федоровкада жүзеге асырылып жатыр. Өткен демалыс күндері облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев жолдарды, су құбырлары мен жылу желілерін жөндеу жұмыстарының барысын қарап шықты. Аймақ басшысы алдымен қала орталығында жүргізіліп жатқан жұмыстармен танысты. Облыс әкімі Нұркен Әбдіров даңғылы мен Әлиханов көшесіндегі шағын жолдардың жай-күйін тексерді. Онда су құбырын жөндеуге байланысты аймақ қоршауға алынған. Жалпы қала орталығындағы жеке секторда 4 шақырым жолға асфальт төселді. Алайда Ермағанбет Бөлекбаев бірқатар нысандар аралау барысында мердігерлердің жұмысын сынға алды. Слушай, ты что, не ходишь, что ли? Нет, это только вот сегодня с утра. Зачем сегодня это делать? Убирай его. Да, убирай. Убирай, и не было, чтобы это. Ну, люди же проходят. Ты же дома так ремонт не делаешь? Или так же? Бүгінгі күні Новогородская көшесі бойындағы жол пайдалануға берілді. Бұл Тойота орталығы қиылысындағы жүктемені төмендететін транзиттік дәліз болып есептелінеді. Сондай-ақ Гоголь мен 7-ші магистраль қиылысында 10 күн ішінде бағдаршам орнатылады. Федоров өткеліндегі көшені мердігер келесі аптаның соңында ашуды жоспарлап отыр. Ағымдағы жылы біз толығымен жұмыстарды аяқтайтын боламыз. Оның ішінде біз жаңағы қаламыздың орталықтың жер үйлерінің маңайындағы жолдарды тас жолдан асфальтобетонға ауыстырып жатырмыз. Сонымен қатар Жамбыл көшесі бойынша жылу құбырын ауыстырудамыз. Былтырлары о жерде көптеген ақаулар болды. Соны енді болдыртпауға биыл сол мақсаттардың ішінде солай жұмысты атқарып жатырмыз. Бұдан бөлек облыс әкімі Нұрлы жол бағдарламасы аясында 21-ші су құбырын қайта жаңарту барысымен танысты. Ол 1977 жылдан бастап жұмыс істейді және қаланың орталығы Михайлов Ақтас кентін сумен қамтамасыз етіп отыр. Тұрғындар бұл магистральде апат жиі болатын айтып шағымданған. Жоба желтоқсан айының соңында аяқталады. Сумен жабдықтау сапасы ғана емес, сонымен қатар қысым да артады дейді мамандар. Су құбыры желілері жөнделген жолдарға қиыршық тас төселеді. Биыл билік 15 шақырым жолға ұсақталған тас себуді жоспарлап отыр. То есть 17 километров мы полностью поменяем водовод, да, так? Да, от второй зоны района Востока 5 и соединяемся на улице Пичугина, район Махделикатеса. Это продолжение диаметра 800, который по солнечной реализован был проект. Полиэтилен, да? Полиэтилен. СДС-17. В ближайшее время мы забудем проблемы с этим водоводом. Да. Хорошо? Облыс әкімі қала басшысы Мейрам Қожықовқа қоғамдық орындарды қол жетімдетуді тапсырды. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін биік жиек тастар мен ыңғайсыз жол жиектері түрінде кедергілер болмау керектігін айтты. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда білім беру саласын, бала құқығын талқылау үшін педагогтер жиналды. Дәстүрлі тамыз кеңесінде облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін жасалынып жатқан өзгерістерге тоқталды. Сондай-ақ өңірде жайлы мектеп жобасының аясында 17 білім ошағы пайда болады. Бүгінде бұл жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Білім беру қызметкерлерінің республика бойынша өтетін тамыз кеңесі алғаш рет жаңа форматта әділетті Қазақстан сапалы білім, адал ұрпақ табысты ұлт тақырыбымен өтті. Конференция басында аймақ басшысы сөз сөйлеп бірқатар жаңалықтармен бөлісті. Мәселен, келесі жылы облысымызда 3-ші оқушылар сарайының ашылуы жоспарланып отыр. Былтыр аутизммен сырқаттанатын балаларға көмек беру орталығы өз жұмысын бастаған еді. Кешеден бері облысымызда 400-ге жуық балалар құқығын қорғау саласынан мамандар балалар үшін
кен мүмкіндіктер тақырыбында жұмыс жасауда. Бұл тақырып ауқымы кең мәселелердің бірі. Ана мен бала мәселелерін шешуге, балаларға қатыгездікпен қарауға жол бермеуге, кәмелетке толмағандардың деструктивті мінез құлқының алдын алуға және басқа да сұрақтарды шешуге бағытталған. Тамыз конференциясына қатысқандардың бірі нөмірі 1 оқушылар сарайының педагогы Екатерина Кожухова. Ол оқушыларының роботехника бойынша жасаған жұмыстарын таныстырып өтті. Балалар үшін өз қолдарынан түрлі заттар ойлап шығару олардың дамуына жақсы әсер ететінін айтады. Предложила ребятам построить такой театр. Балаларға театр құруға ой салдым. Олар өздерінің фантазияларымен театр құрастыра бастады. Қате кеткен жерлерін қайта жөндеп жасап отырды. Бұл театрды жасау үшін тек техникалық жұмыстар ғана емес, графикалық редакторды қолдандық. Балалар графикалық редактормен жұмысты графикалық дизайн сабағынан үйренген болатын. Жалпы бұл театрды құруға жарты жыл уақыт кетті. Балқаштағы Әлихан Бөкейхан атындағы нөмірі 15 мектеп лицейінің мұғалімі Арайлым Серікбай өз тәрбиеленушілеріне үйде микроөскін өсіру арқылы қайталанбас табиғат әлемін ашуды үйретіп жүр. Ол өзінің авторлық жобасын облыс әкімінен жеңіп алған, грантының арқасында ашқан. Сондықтан мектеп оқушыларымен жұмыс істеудегі басты идеясының бірі оларды ғылым арқылы бизнес кеңістікке тарту деп санайды. Жастарға білім мен ғылымды ұштастыру мақсатында экологиялық білім, экологиялық сауаттылық, экологиялық мәдениеттілігін дамыту үшін осындай жоба ұсынуды жөн көрдім. Бұл жобада енді өздеріңіз көріп тұрғандай, бұлардың барлығы өзіміз өсіреміз. Яғни мысалы микрозелендер, қазақша айтқанда микроөскін ғой. Бұлар не үшін керек деген сұрақ туындап жатады. Бұл ағза үшін өте пайдалы. Қысқа уақыттың ішінде осындай керемет өнімдерді алуға болады. Пленарлық сессияның қорытындысы бойынша бір қатар ұсыныстар шығарылды. Олардың бірі облыста балалардың құқықтарын қорғау департаментін қайта жандандыру жайында болды. Наргиз Төлегенқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Казферит фабрикасының басшылары мемлекеттен көмек сұрап отыр. Айтуларынша, ArcelorMittal Теміртаудан қарыздарын қайтара алмай дал болуда. Осыған байланысты кәсіпорын өндірісі банкротқа ұшырап, жабылып қалама деп қорқады. Ақтас көмір компаниясы 2020 жылдан бері көмір өндіріп келеді. Өнімдерін ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына өткізуге келісімшарт жасасқан. Өндіріс ошағы өнімдер Майқұдық қоғамдық қоры және Казферит жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің фабрикаларында өңдейді. Ақтас көмір компаниясы көмір өңдейтін зауыт салуға кіріскен. Алайда жағалай қарыз болғандықтан зауыт құрылысы да бар жұмысы да жүрмей тұр. Ақтас көмірде мердігерлерді қоспағанда 50 шақты адам ақысыз демалыста. Мердігерлерде 200-ге тарта адам жұмыс атқарған. Біз жұмыскерлерге 10 миллиондай қарызбыз. Жаңағы не бойынша, жалақы бойынша. Және де подрядчиктарға 800 миллиондай қарызбыз. Перевозчиктар бар, оған 60 миллиондай қарызбыз. 60-70 миллиондай. Енді июньнің 10-нан бастап зарплата берілген жоқ. Елдің бәрі, біздің жұмыскерлердің бәрі без содержания жүр. 2022-2023 жылдары Казферит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісімшарт аясында сапалы деңгейде өңделген көмір концентратын Арселорға жеткізіп келген. Келісімшарт 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін жасалған. Енді Арселор Қазақстан үкіметімен келіспегендіктен кокстелген көмірді маусымнан бастап ресейлік компаниядан ала бастапты. Бұл жағдай Казферит фабрикасының жұмысын тоқтатуға, салық аударымдарының кешігуіне, жұмыссыздыққа келді. Бүгінде ArcelorMittal Теміртау компаниясы 33 мың тонна концентрат жеткізген кәсіпорынға 2 миллиард 610 миллион теңгесін төлемей отыр. Міне МОФ бар, содан кейін Ақтас көмір бар, сосын бізде жаңағыдай подрядный организациялар бар, ол жерде добыча жасайтын организациялар бар, перевозка жасайтын организациялар бар. Солардың бәрін қосқанда бір 500-ге жуық адам бізде жұмыс істейді. И қаншама сол 500-ге жуық адамның бәрі осы жалақыларын ала алмай отыр.
Отандық кәсіпорынның сапалы өңделген өнімдерін өткізуге мемлекет дәрменсіз. Көмір концентратын тек жоғары температурада металды қорыту үшін ғана пайдаланады. Басқа жағдайда бұл өнім жарамайды. Ресейліктер де кокстелген көмірді алуды геосаяси жағдайға байланысты тоқтатыпты. ArcelorMittal теміртау компаниясы қарағандылық еншілес кәсіпорындарға 10 миллиард теңге шамасында қарыз. Жалпы бірлескен кәсіпорындарда жұмысшылар 50% жалақымен ақысыз демалысқа жіберілген. Жаңабек Нар, Зұлқарнай Есмахаев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандылық полицейлер тапатал түсте Қарқаралы тұрғынына шабуыл жасаған ер адамды ұстады. Қазіргі уақытта алдын ала тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік желіде белгісіз азаматтың әйел адамды өз үйінің ауласында соққыға жыққаны туралы видео тарап кетіп қызу талқыға түскен еді. Онда ұлының бұл жайтты камераға түсіріп, адамдарды көмекке шақырғаны жазылған. Қарқаралы аудандық полиция бөлімінің криминалдық полиция басқармасы Арлан арнай мақсаттағы жасағының Қарағанды қаласында жүргізген бірлескен жедел іздестіру шаралары барысында шабуыл жасады деген күдікпен 30 жастағы азамат қолға түсті. Ол облыстық полиция департаментіне жеткізілді. Қарқаралы ауданының тұрғынына қатысты шабуыл дерегімен жүргізілген кешенді жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде Қарағанды облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасы қызметкерлерімен Қарағанды қаласында Қарқаралы ауданының 30 жастағы тұрғыны ұсталды. Оның қылмысқа қатыстылығы жиналған кешенді мінсіз деректермен дәлелденіп, соңғы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеулік әрекеттер жүргізілуде. Қарағанды облысында жол апатынан 3 адам қаза тапты. Оқиға кеше, яғни 27 тамыз күні кешкі сағат 6:30 шамасында Қарағанды Аягөз Бұғаз тас жолында Қарқаралы қаласынан 20 шақырым жерде болды. Алдын ала болжам бойынша Mercedes-Benz автокөлігінің 35 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай жолдың қарсы бағытына шығып кетіп, 45 жастағы азаматтың басқаруындағы Toyota Land Cruiser автокөлігімен соқтығысқан. Жол көлік оқиғасы салдарынан Mercedes-Benz көлігінің жүргізушісі мен 2 жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Екінші темір тұлпардың жүргізушісі мен жолаушылары ауруханаға жеткізілді. Бүгінде тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Қарағанды облысында қосалқы станциядағы өрт салдарынан 9 ауыл жарықсыз қалды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 27 тамызда Шет ауданының Қошқарбай ауылында трансформатордан өрт шыққан. Қызыл жалын шарпыған аумақ 25 шаршы метрді құрады. Салдарынан Қошқарбай, Ақсу, Шопа, Қызылқой, Ақияқ, Талды, Берекетті, Жаңажұрт және Деріпсал ауылдарында электр қуаты үзілді. Жарық тек кешкі 9-дар шамасында берілді. Абырой болғанда зардап шеккен ешкім жоқ. 3 күннен кейін жаңа оқу жылы басталып, білім ошақтары өз жұмысын бастайды. Ал балаңыз мектепке дайын ба? Облыстың бас санитар дәрігері ата-аналарға балаларды мектепке қалай дайындау жөнінде кеңес берді. Жаз айы соңына келіп жетті. Оқушылар үшін жаңа оқу жылы басталады. Әр оқушы үшін бірінші тоқсан бейімделу кезеңі болып табылады. Жазғы демалыстар кезінде баланың күн тәртібі тез ауысып кетеді. Сол себепті оқу күніне 1 апта қалған кезден бастап баланы уақытылы ұйықтату қажет. Сондай-ақ түнгі уақытта гаджет, ұялы телефон қолданбауын қадағалап отыру керек дейді маман. Себебі балаға ұйқы режимін лезде өзгерту стресске алып келетінін көрінеді. Жаңа оқу жылы жақындаған кезде баланы күнделікті бір уақытта ұйқыға дайындау қажет. Егер балаңыз 12-де ұйықтап жүрсе, келесі күні 11-де жатуын талап етіңіз. Ал бастауыш сынып оқушылары сағат 10-нан кешікпей күн тәртібін аяқтау қажет. Жазғы демалыс уақытында балалар теледидарды көп қарап, гаджеттермен ойын ойнап, шектен тыс уақыт қолдануы ешкімге құпия емес. Ата-анаға осы жағдайда қадағалау керек. Балаға өзінің жеке сабақ оқитын жері болуы міндетті. Сабаққа дайындалу барысында көңілі бөлінбес үшін бөлмедегі артық заттардан арылған жөн. Осы ретте баланың дұрыс тамақтануы да маңызды. Оқушы сүт, ірімшік, айран, ет, балық, жаңғақ өнімдері секілді дәруменге бай азық-түлікпен тағамданған дұрыс. Мектеп оқушылары күніне 4-5 рет тамақтанғаны жөн, мүмкіндігінше әр 2 сағат сайын. Кейін талқыланатын мәселе бұл мектеп формасы. Форма ыңғайлы әрі баланың жасына сай таңдалу керек. Матаның сапасы жоғары болғаны дұрыс. Таза материалдардан жасалған аяқ киімдерді алған дұрыс болады. Мектеппен бірге қосымша сабақтар, үйірмелер де басталады. Облыстың бас санитар дәрігері баланы стресстік жағдайға түсірмес үшін бірінші оқу аптасында барлығын бір уақытта қолға алмағаны абзал екенін ескертеді.
Наргиз Төлегенқызы, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы Қазақстан кубогының иегері атағынан айырылып қалды. Оғландарымыз бұл олжаға 3 жыл қатарынан ие болған еді. Бірақ осы жолы жаңарған команда жеңісті қайталай алмады. Ағымдағы кубоктың топтық турнирінде қарағандылықтар плей-офф кезеңіне 2 жолдаманы сарапқа салған үздік 5 команданың қатарына енді. Ал 3-ші раундқа дейін оның жартылай финалға өтуге теориялық мүмкіндіктері ғана болды. Жалпы сарыарқалықтар осыған дейін 2 кездесуде бір ғана ұпай еншілеп, алғашқы ойында павлодарлық Ертіске есе жіберіп алды. Одан кейін негізгі уақытта көкшетаулық Арланнан 0-1 есебімен ұтылды. Қарағандылықтар топтағы 3-ші ойынын 27 тамызда 2 турдан кейін 5 ұпай жинаған Хумамен өткізді. Оғландарымыз ташкенттік команданы жеңген жағдайда ғана топтағы 2-ші орынды сақтап қала алатын еді. Ойыншылар алғашқы 2 таймда қаншама тырысқанымен ойынның 40 минутына дейін екі тарапта шайбаны қақпаға енгізбеді. Есеп 0-0. Қорытынды кезеңде Хумо хоккейшілері қарағандылықтардың қақпасына 3 шайба салып үлгерді. Сарыарқа 1 ұпайға ғана ие болды. Енді дүйсенбі күні Рудныйдың Горняк клубымен өтетін соңғы ойынның нәтижесіне қарамастан қарағандылықтар плей-офф кезеңіне жолдама ала алмайды. Оның үстіне бұл топта жартылай финалға 2 команда ғана шықты. Ол Қостанайлық Арлан мен Ташкенттік Хумо клубтары. Біздің команда жаңа, әлі дайындықты қажет етеді. 2 кезеңде бірдей ойын болды. 3-шісінде қателік жібердік. Қарсыластарымыздың шайбасын өткізіп алдық. Маусымда басқаша ойын көрсетеміз. Мен оған сенімдімін. Осылайша қарағандылық Сарыарқа Қазақстан кубогы ойыннан шығып, қыркүйек айында басталатын кезекті ел біріншілігіне дайындалуға бар күшін салып жатыр. Жаңабек Нар, Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.